Әлем сұлу әйелмен қалалық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі ұйымдастырған келіндер байқауы осылай аталды. Екі кезеңнен тұрған шырайлы шараға салтты сақтап, дәстүрді дәріптеген, ана тілін ардақ тұтқан келісті келіндер қатысты. Ұйымдастырушылардың айтуынша, қазақ елдерінің инабаттылығын көрсеткен бұл байқаудың әсіресе жастар үшін тағылымы мол. Өнегелі кештің көрермені болып қайтқан Гүлсара Мараттың репортажы. Байқау талаптарының салмағы да жеңіл болған жоқ. Шай құюдан бастап ісмерлік пен қолөнер шеберлігін көрсету, өздерін таныстыру, шығармашылық білім таныту әрбір қатысушыға аса үлкен жауапкершілік жүктеді. Алғашқы кезеңде келіндер жайма жаю, бауырсақ пісіру сияқты ұлттық тағам түрлерін әзірлеу бойынша сынға түссе, ал бұдан соң қалалық жастар мәдениет үйі сахнасының көркі болды. Екінші кезеңде осы жас келіндеріміздің олардың тіл мәдениетін, сахна мәдениетін, өнерлерімен қатар олардың білімдерін байқау мақсатында екінші қорытынды кезеңі өтіп отыр. Жалпы байқауға 6 үміткер қатысып, осы бүгінгі таңда сол үміткерлеріміздің жеңісті еңбектерін бағалайын деп отырмыз. 2 күн бойы өткен байқауға барлығы 6 келіншек қатысты. Ұлттық болмысымызға тән рәсімдерді көпшілік алдында сән салтанатпен көрсете білген келіндер шығармашылық байқауда да жаңа қырына танылды. Бұл оңай емес, кім-кімге де қанша дегенменен сахна киелі. Үйде жасап жүрген жұмысыңды да сахнаға шыққан кезде ұмытып қалуы мүмкін. Сондықтан да болашақта осындай батыл да өнерге, жаңалыққа ұмтылатын келіндеріміз көп болса екен деген тілек айтам ана ретінде. Байқау қорытындысы бойынша қазылар алқасының шешімімен оралдық Гүлнұр Өтеғалиева жеңімпаз деп танылды. Жас ана үйдің де түздің де жұмысын қатар алып жүр. Келіндік қызметін атқарып қана қоймай, нөмірі 20 жалпы орта білім беретін мектебінде орыс тілінен сабақ береді. Бүгінгі жарыс өте қызықты өтті. Барлығымыз енді бір отбасындай келін болып қатыстық. Өте тату-тәтті бір отбасын келіндер сияқты болып қатыстық. Отбасының өзіме өте қатты көмектесті. Барлық сайыстарға дайындалғанда да қасымда табылып, жолдасым көрермен керек болмаса да жолдасым қасымда болды. Өте ризамын, енді толық айта алмай тұрмын сезімімді. Келіні бар үйдің керегесі алтын. Ұйымдастырушылардың айтуынша аталмыш шара ұлттық салтымызды жаңғыртып, жастарға тәрбие беруде маңызды қадам. Гүлсара Марат, Айбек Санғалиев, Ербол Меңдіғалиев, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.